Ай мектеп. Иятай, бүгін әдебиеттік оқудан 4 алдың Дана. 3 жылда бірінші рет қой. Бір қылған, екі қылады. Екі қылған әдет болады деген сөз бар. Сондықтан бірінші ретте бақталуға болмайды. Бұл сенің ең соңғы 4-ің болуы керек, Дана. Сені қожа сияқты жазалаймын. Қандай жаза қолдансам екен, а? Жаза? Кімге? Не үшін? Иә, жаза. Өзіме. Әдебиеттік оқу пәнінен 4 алғаным үшін. Қожа сияқты кеңес өткізіп отыр едім. Қалайша? Сен үй тапсырмасын орындап, сабаққа жақсы дайындалған едің ғой. Иә, бірақ мен шығармалардың авторларын есте сақтай алмайды екенмін. Дана, сабақты беске оқитын бала шығарманың мазмұнын ғана біліп қоймай, оның авторы туралы да білгені дұрыс. Мысалы, сен қазір «Менің атым Қожа» кинофильміндегі қожаның істегенін қайталап, өзіңді өзің жазалап отырсың. Ал сол фильмге негіз болған шығарманың авторы Бердібек Соқпақбаев туралы не білесің? Ештеңе, сіз айтып беріңізші. Бердібек Соқпақбаев Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген. Менің атым Қожа. Балалық шаққа саяхат. Өлгендер қайтып келмейді. 16 жасар чемпион. Тағы да басқа тамаша шығармалар жазды. Менің атым Қожа повесі кімге болса да ұнайтын ерекше шығарма сияқты. Иә, оның себебі неде деп ойлайсың? Білмейм. Бірақ Қожа қандай нашар қылықтар жасаса да, мен оны басқа кітаптардағы жаман балалар сияқты жек көре алмаймын. Тіпті жақсы көре түсемін. Керісінше, жантас жақсы оқитын үлгілі бала болса да, ол онша сүйкімді емес. Мен оны көбіне ұнатпаймын. Міне, менің атым Қожаны басқа шығармалардан ерекше қылатын қасиеті осы. Бердібек Соқпақбаев адамды жаман немесе жақсы деп бөліп, бір қырынан ғана көрсетпейді. Оның кейіпкерлері жақсы да, жаман да болуы мүмкін. Ал баға беру оқырманның еншісінде. Осы сияқты Бердібек Соқпақбаевтың «Шал мен бала» деген әңгімесін оқысаң, басынан бастап жақсы көріп отырған балаңның бұзақы қылығын естіп, таңғалып ойланып қаласың. Қалайша, маған осы әңгімені айтып беріңізші. Оқиғасын қысқартып айтсақ, мынадай. Трамвай келе жатады, оның орта тұсында отырған өзі бүкірлеу, қолына таяқ ұстаған кішкентай ақсақал. Трамвайдың тоқтауын күтпей, есікке қарай жүреді. Трамвай кенет тоқтағанда, ол құлап қала жаздайды. Арт жағында тұрған тақырбас кішкене бала оның қолтығынан ұстап, деме білгереді. Әлгі бала қарияны трамвайдан сүйеп түсіреді. Жаңбырдан кейінгі әрі кеш батып қалған кез екен. Айналаның бәріне жаңбырдың суы тұрып қалған. Қарт қайда жүрерін білмей, жан-жағына қарап тұрғанда, жаңағы бала тағы да оның қолындағы дорбасын алып, қолтығынан сүйеп жүреді. Баланың бұл қылығына риза болған ақсақал алғысын жаудырып келе жатып, бұл көшеде тәртіпсіз балалардың бар екендігін айтады. Сол жерде бір баланың ағашқа шығып, шие ұрлап жүргенін көріп, ол баланы таяғымен ұрғанын және баланың қашып кеткенін айтады.
өзін қолтықтап келе жатқан бала сол шие ағашын сындырған бала екенін білгенде, қария аң-таң қалады. Екеуі бір-бірінен кешірім сұрайды. Қызық, адам күтпейтін оқиға екен. Бірақ өмірде болатын жағдай. Ағашты сындырған үшін өзін таяқпен ұрған атаға өштеспей, көрсеткен әдепті қылығы арқылы қарияны риза қылған бұл бала да өзінің соншалықты жаман емес екенін дәлелдейді. Яғни, автор бір қылығына бола адам туралы жаман немесе жақсы деп пікір жасаудың дұрыс еместігін айтады. Шынында да солай ғой. Бір ғана қылығына қарап, адамды бағалауға болмайды. Иә, Дана, сен монологыңды жалғастыра бер. Мен саған кедергі болмайын. Аға, монолог деген не? Монолог деген грек сөзі. Моно, яғни бір, және лог, яғни сөз деген мағыналардан құралған. Ол кейіпкердің көңіл күйін, яғни қуанышын, ренішін, күдігін, тағы да басқа сезімдерін байқатады. Мысалы, менің атым Қожадағы Қожаның монологын оқысаң, Қожаның ойын, көңіл күйін, оның неге алаңдайтынын білесің. Түсінікті, бірақ менің ашуым тарқап кеткен сияқты. Жоқ, дегенмен бір жаза ойлап табуым керек. Қайталайық. Бердібек Соқпақбаев. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген. Бұлақ атты өлеңдер жинағы, 16 жасар чемпион, Бақыт жолы, Алыстағы ауылда, Балалық шаққа саяхат, Дала жұлдызы, Аяжан, Гаухар, Бозтөбеде бір қыз бар, Әпенденің айласы, Өлгендер қайтып келмейді, тағы да басқа шығармалары бар. 1957 жылы жазылған «Менің атым Қожа» повесі балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналып, 1963 жылы Қазақфильм киностудиясы сол кітап бойынша жазылған киносценарийді экранға шығарды. Бердібек Соқпақбаев өз шығармаларында монологты сәтті қолданады. Монолог деген грек сөзі. Моно бір, лог сөз деген мағыналардан құралған, яғни бір адамның сөзі. Монолог әдеби шығармада кейіпкердің өзіне өзі қарата айтқан сөзі, немесе ішкі сырын білдіретін ойы. Ол кейіпкердің көңіл күйін, яғни қуанышын, ренішін, күдігін, тағы да басқа сезімдерін байқатады.